жастағы көрерменді таңған фильм. Орманның арасында біреу ойнап жүр, оның аты Маугли біліп жүр. Джунгли кітабы бұл джунгли, джунгли кітабы бұл джунгли. Багира және Балуда достармыз, джунгли кітабы бұл джунгли, джунгли кітабы бұл джунгли. Екеуі сондай қызық ойын ойнап жатыр. Иә. Дәл солай. Акела. Акела қатты ауырып қалған сияқты. Бұл індет қасқырлар үшін өте қауіпті. Және бұл аурудың емі жоқ. Енді не істейміз? Жоқ, бір емі бар. Ол қасқырлар ғибадатханасының суы. Айтып тұрғаның аңыз емес пе? Жоқ, ғибадатхана шынымен де бар. Соның ішіндегі су маған шипа болады деп ойлаймын. Егер сол судан жазылам десең, тездетіп сонда барғаның дұрыс. Маугли, ғибадатхана таулардың арасында орналасқан. Ал Акелланың ол жерге жете алмасы анық. Бірақ ол осылай жата берсе, өліп қалады. Дұрыс айтасың. Ғибадатхана суы шипа болса жарар еді. Бізбен бармайтын өкінішті-ақ, ғибадатхананы көріп келетін едім. Ол ғибадатхана тек қасқырлар үшін киелі. Ол жаққа тек қасқырлар ғана бара алады. Егер қасқырлар ғана баратын болса, онда неге Маугли де еріп барады? Мен де соны ойлап тұрмын. Бұл сапарға адам баласының баруына болмайды. Мауглидің қасқырлар үйіріне қосылғанымы ұмытып кеткенсің бе? Мен де қасқырмын ғой, бірақ неге мені қалдырып барасыздар? Мен де өзгелер секілді батылмын. Әдет ғұрпымыз бойынша қыз балаларға онда баруға болмайды. Мен бұл әдет ғұрыппен келіспеймін. Жарайды, дауласып тұруға уақыт та жоқ. Лали, күндердің күнінде саған да кезек келер. Жақын күнде барлығы да білетін болады. Солай ма, Дарзи? Әрине, дұрыс айтасың. Не туралы айтып жатыр, е? Абай болыңдар, бірақ тездетіңдер. Акела үйіріміздің басшысы, барлығы сендердің қолдарыңда. Уайымдамаңдар. Акелланың өмірі үшін жанымызды қиюға да бармыз. Аман оралмассыңдар. Кімнің басшы болып келетін көреміз. Мына жер тым биік екен. Тек төменге қарамаңдар. Ары қарай жол жоқ. Бәрің осы жерде қалыңдар. Мен жол тауып келгенше ешқайда кетпеңдер. Қараңдар, өзге аңдар мына тастың астынан өтіпті. Қане? Эй, Фиона! Біз жол таптық! Абай болыңдар! Қашып үлгердік. Жарақаттан қалмадыңдар ма? Фионаны көргендерің бар ма? Ол қайда екен? Әне көрдім. Фиона! Бір сұмдық болды ма деп ойлап қалдым. Бақтарыңа орай қашып құтылыпсыңдар. Сендерге ештеңе болмағанына қуаныштым. Рас айтып тұрмысың? Сонымен, Маугли, басқа жол таптым дедің бе? Жақсы болған екен. Қане көрсет.
Ойымша, мына жолмен барғанымыз дұрыс болар. Байқасаң, жел мына жақтан сол. Енді кетуіміз керек. Қайғылы оқиғаға душар болғанымыз өкінішті-ақ. Бірақ қазір Акелланың денсаулығын ойлағанымыз дұрыс. Оның ауруына шипа табу үшін әрі қарай кетуіміз керек. Егер Мауглидің айтқанына сенгенімізде, біздің де қауіпке тап болатынымыз анық еді. Мен таптым! Бауырым, сен тірі екенсің ғой. Бірақ қалай? Құлағаныңды өзім көріп едім. Мені ол жерден құтқарып қалған Лали. Сен Акелланың айтқаны мүлдем тыңдамайтын болыпсың, Лали. Біздің соңымыздан ерме. Егер Лали келмегенде, мен тірі қалмас едім. Ол менің өмірімді сақтап қалды. Мен де көмектестім. Кішкене болса да көмегім тиді. Сонымен, бүгіннен бастап жаңа ереже енгіземін. Лали, ересектер тобына қош келдің. Дарука, Пола, менің көпірден өтуіме көмектесіңдерші. Көпір қауіпсіз деп айтып едің ғой. Және ғибадатханаға жалғыз-ақ жол бар деп айтқан болатын. Бірақ олай емес. Өздерің де байқап тұрсыңдар ғой, осы жерден барлығы анық көрінеді. Ал ары қарай жол бар ма? Иә, көріндер ме? Біз ғибадатханаға бара жатырмыз. Қазір демаламыз. Ал таңертең Акелланы ғибадатханаға апаратын боламыз. Акелла бәрі жақсы болады, уайымдама. Оған сенімім мол. Менің